Ғалам ақпараттары. Қазіргі кеңістікте шыдам сынағы. Ашу өзегіңді өртейді, төзім өзіңді сақтайды. Мінез әр жанға дарыған қуат. Егер оны алға шығарып, ерік берсең, ол тауларды да қозғайды. Бірақ сол күш өзіңді де шайқалтуы мүмкін. Сол себепті ішкі әлеміңді тыныштықта ұста. Дәл қазір бұрқылдап қысып бара жатқан эмоцияны емес, санаңды тыңда. Барлық ауырлықты, барлық сұрақты ұлы жаратушыға тапсырып үйрен. Өйткені оның әрбір үкімі сенің жолыңды жарық қылады. Әр кереметі сенің рухани өсуің үшін. Жүрегіңді, жаныңды оған сеніммен табыста. Сонда ғана нағыз тыныштық келеді. Қалған дыбыс тек сыртқы әлемнің бос шуы. Сен оған емес, өз жарығыңа құлақ тұр. Ішкі кеңістікпен кездесу. Қазір сезімге ерік беру уақыты емес. Қазір ақыл мен жоғарғы санаға жүгінер шақ. Алдағы 10 күн әр жан үшін ішкі шайқас. Қорқыныш пен қызғаныш, сағыныш пен ауыртпалық, тіпті бақталастықта бәрі бетпе-бет келеді. Бірақ қарсы жауың басқа емес, ол өзіңнің ішкі көлеңкең. Не бар, соның бәрі ішкі әлеміңнен сыртқа атылып шығады. Және сол сыртқа атылып шыққанда басқаларға емес, тек өзіңе бағытталғанын ұмытпа. Егер ол сезім басқаға тисе, біл, оның иесі сен. Сыртқы әлем тек айна. Ішкі уайым, ішкі дау сол айнаның жарығынан көрінеді. Сондықтан өзіңді көру, өзіңді түзеу. Басқаны түзеу біздің міндет емес. Бізге бұйырғаны қиын болса да, көз жасымен болса да, тек өзімізді тәрбиелеу. Нағыз ерлік өз көлеңкесіне қарап, оны жарыққа айналдыру. Біреуді жамандасаң, өз көлеңкеңді ғана әшкерелеп тұрсың. Өсек айтсаң, айналаңдағы дақты басқаға жауып тұрсың. Себебі адам күн сайын өзгереді. Сен сөгіп отырған жан бәлкім бүгін мүлде басқа. Ал сен ше? Ескінің есігінен кіре алмай, сол бір сәттің батпағына былығып отырып қалғансың. Себебі адам болған соң біреуді сөгіп, кінәламағанды жақсы көреміз. Тек өзімізді емес, бірақ бір шегінуің бар. Өзген емес, өзіңді тәрбиелеуді таңдасаң, ішкі жарығың арта береді. Жол өздігінен ашылады. Сен биіктей бастайсың, алға жылжисың. Тыныштық пен тазалық сол кезде келеді.